ұбт-да өте жиі кездесетін есептердің бір түрін шығарып үйренетін боламыз. Егер менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз және де осы видеоны соңына дейін көріңіз. Есептің берілгені осындай, яғни бұл жерде метан газының литрі берілген, көлемі берілген және этан газының молі берілген, яғни осындай қоспа, газдар қоспасы берілген. Осы газдар қоспасын жағу үшін қажетті ауаның көлемін анықтау керек екен. Яғни бұл жерде көлем қалыпты жағдайда метр кубпен анықтау керек. Ауаның құрамындағы оттегінің үлесі 20,94% екендігін көруге болады. Дәл осы есепті екі түрлі әдіспен шығарып үйрететін боламын. Яғни бірінші әдіс ол зат мөлшері бойынша көлемдерін табу, екінші әдіс көлемдері бойынша көлемін табу. Неде ауа құрамындағы оттегінің үлесі 20,94. Осындай проценттер көрсеткен кезде есепті калькулятор қолданған кезде дәл алу керек сандарды. Мысалы біз ауа құрамы туралы айтатын болсақ, ауа құрамында 21% оттегі бар деп айтамыз, алайда дәл осы есепте оның мөлшері 20,94 деп көрсетілген. Бірақ та біз оны 21 деп алсақ та болады ғой деп 21 ретінде пайдалануға болмайды. Есепте қалай көрсетілген, сол сандар қолданылу керек. Өйткені сіздің үтірден кейінгі 9 дөңгелектеніп 1 болғанымен бұның есепте қолданған кезде мәндері өте үлкен мөлшерде әсер етіп, жауабы бірнеше санға қате болып шығады. Яғни ондай вариант таппай қалуыңыз мүмкін тестте. Сондықтан да өте мұқият қараған жөн. Табу керек ауаның көлемі. Қалыпты жағдайдағы ауаның көлемі, яғни метр куб өлшем бірлігімен анықтау керек. Бұл жерде тесттерде дәлме-дәл көрсетілген, мысалы қандай өлшем бірлікте анықтау керек көлем болса. Газдар қоспасының оттекте жануы туралы айтылған, сондықтан да әр газдың оттекпен әрекеттесу реакциясын көрсететін боламын. Әрине органикалық заттар болғандықтан бұлар өзара барлығы SO2H2O түзеді. Мінекей достар, біз осылай реакция теңдеуін жазып алдық. Яғни бізде екі газдың да оттекте жануы нәтижесінде SO2H2O оттекпен әрекеттесіп SO2H2O екеуінде де түзіледі. Бірінші көрсететін әдіс бойынша тек қана зат мөлшерлері арқылы қолданатын боламыз. Ол үшін мәндеріне қарайтын болсақ, бізде бір көлем және бір зат мөлшері берілген. Сондықтан да біз мына көлем арқылы зат мөлшерін анықтап аламыз. Яғни бәрін зат мөлшеріне келтіретін боламыз. Метанның көлемі көрсетілген, яғни біз оның зат мөлшерін анықтап алатын боламыз. Яғни өзімізге белгілі нью тең В бөлінген ВМ формуласын пайдаланатын боламыз. Сол кезде В-ның мәні 134,4 бөлінген ВМ-ның мәні 22,4. Яғни бұл өте тұрақты шама. Әрқашан тұрақты болады және 134-ті 22-ді бөлген кезде 6 моль болады. Моль дегеніміз, яғни бұл зат мөлшерінің өлшем бірлігі екен. Әр қарай біз химиялық реакция теңдеуі бойынша әр қайсысы үшін зат мөлшерлерін анықтап аламыз. Яғни бұл оттегінің зат мөлшерлері. Мысалы, бірінші бұл тапқанымыз бұл метан газы, сондықтан да метан бойынша бірінші. Метан және оттегі. Бірінші метан мен оттегіні қарастырамыз. Химиялық реакция теңдеуі бойынша дейміз, 1 болғанда 2. Қараңызда алдында коэффициент 1, ал мынаның алдында коэффициент 2. Сондықтан да мынау 1 моль, мынау 2 моль болады екен. Сондықтан да 1 моль болғанда 2 моль, 1 болғанда 2. Енді біз мынау тауып алған зат мөлшеріміз бұл мынау метандікі. Бұл 6 моль. 6 моль болғанда қанша? 6 болғанда X. Өзіңізге ыңғайлы жазсаңыз болады. Мен түсінікті болу үшін ерінбей қайта-қайта жазып отырмын. Мысалына төбелеріне жазу арқылы да просто X-ті тапсаңыз болады. Осы жерде X-ті тауып аламыз, яғни X табу үшін 6-ны 2-ге көбейтіп бөлеміз 1-ге, сол кезде 12 болады.
12 моль болады. Енді осы жерде біз жағы несін тауып аламыз. Яғни бұл оттегінің зат мөлшерін анықтадық дәл қазір. Яғни бірінші реакция бойынша. Енді осының көлемін анықтаймыз. Көлем анықтау формуласы тура мынау зат мөлшерінің формуласы арқылы шығады. Яғни В тең ню көбейтілген ВМ. Сонда осыны көбейтеміз 22 де 4-ке. Яғни мына формула бойынша В тең ню көбейтілген ВМ формуласы ғой. Бұл жерде зат мөлшері ню, ВМ. Сол кезде 12-ні 22 де 4-ке көбейткенде 268 де 8 литр. Яғни бұл О2 оттегі. Бұл бізде яғни метанның реакциясы бойынша анықталған оттегінің көлемі. Енді біз екінші реакция бойынша оттек көлемін анықтайтын боламыз. Енді бұл жерде этан газының зат мөлшері келтірілген. Енді осылар арқылы дайын осындай пропорция құрайтын боламыз. Мына жерде біз тауып алып істеген едік. Мына жерде зат мөлшерін тауып алып X таптық, ал мына жерде өзі есептің шартында берілген. Сондықтан да оңайырақ болады. Қараңыз, 2 моль болғанда 7 моль. 2 моль болғанда 7 моль. Және этан газының зат мөлшері шарт бойынша 3,5. 3,5 болғанда X. Сол кезде X-тің мәні 12 де 25 болады. 12 де 25 моль бізде бұл. Яғни бұл да оттегінің молі, яғни оттегінің зат мөлшерін анықтап алдық. Тура осы сияқты, алдыңғы оттек сияқты бұның да көлемін анықтаймыз. Дәл осы 22 де 4-ке көбейтеміз. Яғни бұл бізде мына формула бойынша шығып отыр дәл қазір. Яғни В тең ню көбейтілген ВМ. Яғни бізде мынау шыққан зат мөлшерін көбейтеміз тұрақты шамаға ВМ-ге, яғни 22 де 4. Сол кезде 274 де 4 литр болады екен. Яғни бұл этан газындағы мынау оттектің көлемі болып тұр. Жалпы оттегінің көлемін анықтаймыз. Ол үшін осы шыққан көлемдерді бір-біріне қосатын боламыз. В жалпы оттегі дейікші. Оттегі дейміз, осының қосамыз 268 де 8 қосу 274 де 4. Сол кезде 543 де 2 литр болады. Енді бізде бұл бізде оттегінің жалпы көлемі. Ал бізде енді мына жерде процент көрсетілген. Яғни сол ауаның құрамындағы оттектің мөлшері осынша пайыз деп тұр. Бұл жерде ескеретін жағдай 20-да 94 деп көрсетілген ба, есепте дәл осы шама бойынша шығару керек. Яғни бұл жерде формула бойынша анықтаймыз. Ауаның көлемін анықтау үшін осы жалпы оттегінің көлемін бөлеміз пайызына. Яғни бізде сұрап тұр В ауаның көлемі, сондықтан да ауаның көлемін табу үшін В жалпы оттегінің көлемін бөлеміз оның пайызына. Пайызына бөлеміз. Сол кезде мынандай болады, достар. Мынау екеуінің қоспасы жалпы оттегінің көлемі, яғни 543 де 2-ні бөлеміз. Мына жерде қараңыз, пайызына құтылып кету үшін 100-ге бөлеміз. Сол кезде былай жылжиды 0,2094 деп жазамыз. Мына жерге бірден жазуға болады солай. 2094. Мына жерде егер біз ауаның құрамын білеміз, жатқа 21% екен білеміз. Бұл жерде біз 21% деп алатын болсақ, яғни 0,21 деп алатын болсақ, қате шығады есеп. Яғни осы жерде бір-біріне бөлген кезде 2594 литр. 2594 литр болады екен. Немесе метр кубпен алғанда 2,594 метр куб болады. Яғни 1 метр куб 1000 литрге тең. Сол кезде бөліп жіберу арқылы осылай метр кубқа айналдырамыз. Мінекей достар, осылай сіздер де есеп шығаратын боласыз. Және де
ауа құрамы туралы айтқым келіп отыр. Негізінен ауа бізде 78% азоттан тұрады, 21% оттегіден тұрады, 0,02% СО2 газынан тұрады, және де қалған 0,98% әртүрлі газдар болып табылады. Бұл бізде ауаның құрамы, достар. Осыны жаттап алсаңыздар болады. Мынау химиялық реакция теңдеуі бойынша дегенде, мынау зат мөлшерлерін қарасаңыздар, қарапайым сандар, мысалы 6-ны 2-ге ойша көбейте аламыз, 3,5-ді 7-ге ойша көбейтіп, оны бөле аламыз, ойша істеуге болады. Ал келесі әдісім, бұл бізде сандары өте көп болып тұрады. Тура осылай пропорция арқылы жасалады, бірақ та үлкен сандар арасында пропорция болады. Ол келесідей болады екен. Ал екінші әдіс бізде керісінше болады. Яғни, мынау этан газының зат мөлшері арқылы көлемін тауып, барлығының көлемдері арқылы көлемін табатын боламыз. Бұл жерде де пропорция құрастырылады, бірақ сәл ұзақтау сандар арқылы орындалады. Бірге шығарып көрейік. Ең бірінші біз этан газының көлемін тауып аламыз, яғни 3,5-ді көбейтеміз 22-4-ге. Яғни бізге бұл жерде В тең ню көбейтілген ВМ формуласы өзімізге белгілі. Осы формула арқылы анықтаймыз. Байқасаңыздар, барлық есептерде осы 1-2 формула ғана қолданылады, достар. Сондықтан да өте күштеп жаттап алыңыздар бұл есептерді. Яғни бізде этан газынікі 3,5 берілген шарты бойынша 22-де 4-ге көбейтеміз. Сол кезде 78-де 4 литр этан газы болады. Яғни біз өзінің берілген есептегі шарты зат мөлшері арқылы оның көлемін анықтап алдық. Бірінші реакция теңдеуі бойынша оттегінің көлемін анықтап алатын боламыз. Оны қалай жасаймыз, қараңыз. Бірінші, бізде метан газымыз 1 моль болғандықтан, ал оттегі 2 моль болғандықтан, бұл жерде оның литрі 22-де 4-ге тең, ал 2 моль болғандықтан 2-ні 22-де 4-ге көбейткенде 44-де 8 болады. Осы көлемдер арқылы есептейтін боламыз. Яғни, сонда берілген көлемі 134-де 4 болған кезде X, ал осы 22-де 4 болған кезде 44-де 8 мінекей. Өзінің берілген 134-і бар. 134 болғанда қанша литр? Яғни, егер 22-де 4 болғанда 44-де 8 болып тұр реакция бойынша. Осы кездегі X бұл оттегінің көлемі. Оттегінің көлемі сол кезде 268-де 8 литр болады. Екінші реакция бойынша біз көлемін анықтап алдық, этан газының көлемін анықтап алдық. Осы этан газының көлемі осыншама болғанда X литр, ал алдындағы коэффициенттерін 22-де 4-ге көбейту арқылы бір-біріне теңестіретін боламыз. Яғни 78-де 4 болғанда X литр, яғни бұл оттегі бойынша. Енді 2-ні көбейтеміз 22-де 4-ге, сол кезде 44-де 8 болғанда 7-ні көбейтеміз 22-де 4-ге, сол кезде 156-да 8 болады екен. Ұзын сандар, күрделі сандар шығып жатыр, яғни мына жерде 7 моль, 2 моль болғандықтан осындай сандар шығып отыр. Яғни осы 7-ні 22-де 4-ге көбейткенде осы 156 шықты. Яғни осы арқылы біз оттегінің литрін анықтап аламыз. Яғни 178-де 4-ті 156-да 8-ге көбейтіп, шыққан санды бөлеміз 44-де 8-ге. Сол кезде оның мәні 274-де 4 литр оттегі болады екен. Жалпыны табу үшін оттегінікі екеуде. 268-де 8-ді қосамыз 274-де 4-ге. Сол кезде 543-43-те 2 литр оттегі екен. Ауаның көлемін анықтаймыз, яғни есептің шартында бізде ауаның көлемін сұрап тұр. Сондықтан да
В ауа тең В жалпы оттегі, яғни оттегінің жалпы көлемін бөлеміз оның пайызына. Пайызы немесе көбейтілген 100% десе де болады. Енді мен бұл жерде 1-ден 100-ге бөліп жіберемін. 20-94 деген санды 1-ден бөліп жіберемін. Қараңыз, мына жерде 543 2-ні бөлеміз. Егер мынаны 0,21-ге бөлетін болсаңыз, 2586 деген сан шығады. Бізде есептің шарты бойынша 0,2094 деген санға бөлеміз. Өйткені бізге дәлме-дәл варианттағы жауап керек. Варианттардағы жауаптардың барлығы бір-біріне ұқсас сандар, сондықтан да дәлме-дәл шыққанын қаласаңыз, әрине осындай сандарын ескеру керек. Сол кезде 2594 болады екен. Егер мен мына жерде 21 деп жазғанымда, 0,21-ге бөлгенімде, онда менде 2586 шығатын еді. Мен есептің шарты бойынша 20-94%-ның өзіне бөліп отырмын, яғни 0 калькуляторға жазған кезде мен осыны бөлдім, 0,2094 деп осы ұзыннан жаздым. Сол кезде 2594 литр болды. Метр кубпен айналдырғанда 2,594 метр куб. Осындай вариант бар, және ол дұрыс жауабы. Яғни газдар қоспасының жағу арқылы бізде ауаның көлемі 2594 литр ауа қажет екен. Яғни осындай газдарды жағу үшін осыншама көлем керек екен. Егер байқасаңыздар, мына жерде екі әдістен, яғни біреуі біз зат мөлшерлері арқылы есептедік, зат мөлшері арқылы көлемге әкелдік, ал мына жерде көлемдер арқылы көлемге әкеліп шығардық. Достар, егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі видеода кездескенше.